Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, оқырмандар. Алматы қаласы жастарды дамыту орталығының биылғы жылғы жастарды қоғамдық өмірге тартуға бағытталған пікірсайыс қозғалысын дамыту жобасы бойынша қазір сіздерге пікірсайыстың, ойды жеткізудің, сөйлеу мәдениетінің, шешендіктің әрбір тұлға үшін, адам үшін қандай өзекті, қандай қажет дүние екенін түсіндіретін боламыз. Қазақ халқы о баста шешендік өнері дамыған халық. Радылов айтпақшы, қазақ әрбірі ақын, олардың әрбір әңгімелесудің өзі, сөйлеудің өзі ұйқасқа құралған болып келеді. Әрбір қазақ ақын болмаса да, олардың сөйлеген сөзінің өзі ұйқаспен құралған, шешендікке бейім болып келген. Қазақтың шыққан би шешендер, қазақтан шыққан көсемдер барлығы да сөз өнеріне жақын болған. Адамды жетістікке жеткізетін негізгі екі күш бар. Бірі білек күші, екіншісі сөз күші. Әсіресе білек күші ол бұрынғы соғыс заманында батырларды шығарған, елді қорғау үшін қаншама батырлар шықты, ал қазіргі заман үшін, дамыған заман үшін бізге ең қажетті, ең жетістікке жетуге, шыңға жету үшін игеретін нәрсеміз ол сөздің күші. Әрине, білім керек ол үшін. Бірақ сөздің қазіргі өзімді ұстаз ретінде оқушылардың арасындағы өз ойын жеткізуде, оқушылардың, жастардың арасында өте төмен деңгейге түсіп бара жатқанын байқаймыз. Оған негізгі себеп қазіргі біз технологияның заманы. Көптеген жастардың негізгі қызығатын саласы техника, компьютер, математика, физика. Әрине дұрыс. Бұл білімді игеруіміз қажет-ақ. Бірақ бізге ең осы білімді халыққа жеткізу үшін, осы біліміңді басқаларға түсіндіру үшін сөз өнерін игеруіміз қажет. Кез келген жетістікке жеткен, мейлі біздің ел басшымыз болсын, парламентте отырған депутаттар болсын, кез келген жетістікке жеткен адамды байқайтын болсаңыз, өз ойын мықты жеткізе алатын адамдар. Осы бағытта біз пікірталас, яғни дебат ұйымын соңғы кездері балалардың сөйлеу мәдениетін, ойын дамыту үшін осы тәсілді пайдаланып жүрміз. Осы пікірталастан жетістікке жеткен жастар, мейлі олардың басқа саланың игері болса да, қазір үлкен жетістіктерге жеткен жастарды білемін. Пікірталас деген құр пікірталастыру емес, пікір қай кезде пайда болады? Пікір деген ол адамның көз қарасы, ойы, ой дәлдігі. Пікір таластыру қай кезде туындайды? Бір нәрсеге деген түрлі көз қараста. Адам қоғамдық өмірде, жалпы өмірде әр түрлі талас тартысқа түседі. Сол кезде ең бірінші балаға қажет нәрсе ойын дұрыс жеткізу. Сол пікір таласта өз пікірін дәлелдеген кезде жеңіске жету болып табылады. Ол үшін бізге қажет ең бірінші білім және сөз өнерін жеткізу тәсілі болып табылады. Сөз өнерін, ойыңды жеткізу үшін ең бірінші бізге қажет ол әрине көркем әдебиет. Міне, біздің қазіргі көркем әдебиетті көп оқымауымыздың салдарынан, көркем әдебиетке қызығушылығымыздың төмен деңгейге түсуінің салдарынан бүгінгі балалар өз ойын жеткізуге шорқақ. Жалпы міне қоғамдық негізгі мәселе, үлкен мәселе осы болып тұр. Бұл проблеманы да біздің білім министрі Аймағамбетов
басшымыз, ұстаздарымыз көптеген осы жобаны іске асыруда, 100 кітап деген түрлі іскі жобалар асырылып жатыр. Ең бірінші бұған баланың қызығушылығы туу керек. Міне, кітапты оқудағы негізгі басты себеп осы. Сіздің ойыңыздың дамуы, сөздік қорыңыздың дамуы. Егерде бәсекеге қабілетті жас болып, ертеңгі қоғамның тірегі болатын азамат болғыларыңыз келсе, онда сіз өзіңізге игеретін жаңағы физика, информатика, техника ғылымымен қатар көркем әдебиетті оқуыңыз міндетті. Егер сол білімді ертеңгі халыққа, артыңыздан ерер ұрпаққа жеткізгілеріңіз келсе, онда көркем әдебиет. Әрине, дәл қазіргі кезеңде тағы бір біздегі қоғамдағы басты мәселе әдебиеттің, әсіресе балалар әдебиетінің басқа, мысалы Ресей, ағылшын мемлекеттермен салыстырғанда, дамыған мемлекеттермен салыстырғанда өте төмен деңгейде, балаларды қызықтыратын көркем әдебиеттің шықпауы. Біздің балалар әдебиеттің төресі Бердібек Соқпақбаев. Менің атым Қожаны барлықтарыңыз мектепте оқисыздар. Одан кейінгі шығармаларды, Абай жолын, тағы басқа көшпенділерді қазіргі балалар көп түсінбей жатады. Соның салдарынан көп балалар орыс әдебиетіне қызығушылық танытады, немесе жаңағы ағылшыннан аударылған әдебиеттерге қызығушылық танытып жатады. Әрине, дұрыс, бірақ біз қазақ халқы болғандықтан біздің ойымыз, біз қазақша ойлауымыз керек. Біз кітапты, әсіресе кішкентай балалар орысша, ағылшынша кітап оқыған кезде, оның барлық ойлау жүйесі сол елдің, сол мемлекеттің адамы болып кетеді. Мінекей, жастардың қазіргі технологияның, интернеттің дамыған заманында кітапқа қызығушылықтары төмен деңгейге түсіп, технологияға, басқа да түрлі нәрсеге қызығушылық салдарынан өзінің қалай ойын жеткізе алмайтын мешел адамға айналғанын білмей қалады. Ол үшін көркем әдебиеттің қандай маңызды екенін мінекей осыдан-ақ білерсіздер. Енді жалпы сөз дегенге тоқталсақ, біз қазақта сөздің киесі деген нәрсе ұғым бар. Жақсы сөз жарым ырыс деген де сөз бар, осыған байланысты. Қазір психолог ғалымдардың, жалпы әлемдік ғалымдардың не ойласаң сол болады. Жақсы ойла деген көптеген қазір қоғамдықта талқыланып жатқан нәрсе бар. Ал ой, біз не ойлаймыз, соны тілімізбен сөз арқылы сыртқа шығарамыз. Демек, ой мен тіл, сөз бір-бірімен өте тығыз байланыста. Ең бірінші ойымызды түзеп, сөзімізді түзесек, және сол ойлаған нәрсемізді айналамызға, жан жағымызға дұрыс жеткізе білсек, бізден абыройлы, сізден абыройлы адам болмайды. Енді сөзді жеткізу бар да, тапқырлық деген бар. Кез келген Абай Құнанбайұлын, немесе Жамбыл Жабаев, тағы басқа қазіргі жетістікте отырған жастар, өзіміздің қазіргі қоғамдағы жетістікке жеткен адамдарды алатын болсақ, олардың ең бірінші нәрсесі тапқырлық. Бізде не дейді? Сөз тапқанға қолқа жоқ дейді. Егер әрбір адам өзін қорғай алатын болса, қандай ситуацияға, қандай жағдайға түспесін, ол өзін қорғап шықса, оған ешкім дау айта алмайды. Біздің қазақта шешендік дау деген бар. Олар бірнешеге бөлінеді. Болған бұрын біздің ата-бабаларымызда жесір дауы, мал дауы, яғни қазіргі жағдай сияқты түрлі оқиғалар болған ғой. Соған байланысты кімге жүгінетін болған? Әрине, билерге, шешендерге. Би шешендер дұрыс әділдік жасап, оларға бағыт бағдар беріп отырған. Қазір көп жастар
біздің заманымызда тренинг немесе деген көп деген нәрселер болып кетті, иә? Бізге қазір шетелдік тренерлер келіп өткізіп жатыр. Бүкіл аудиторияны 2000 адамды, одан да көп, 20 мың 30 мың адамды қамту үшін әрине білім және соны жеткізетін сөз өнері, тіл қажет. Енді тіл тас жармаса бас жарады дейді. Мынандай шешендік нәрсе бар. Бұрын біздің шешендік сөздердің арасында. Байдалы биге өмірде балдан тәтті не бар деп сұрайды. Қылыштан өткір не бар дейді. Сонда балдан тәтті Байдалы биге жауап берген қыз, балдан тәтті бала, қылыштан өткір тіл деген бар. Сөз сүйектен өтеді дейді. Бір ауыз сөзбенен біз адамның көңіл күйін көтеріп, оған жақсы көңіл, шабыт сыйлай аламыз, шабыттандыра аламыз. Бір ауыз сөзбен біз адамды өлтіре аламыз, оның жүрегіне дақ түсіре аламыз. Осыдан ақ көріңіздер, сөзді дұрыс қолдану, ойды дұрыс жеткізу қаншалықты маңызды екенін. Ал енді ойды жеткізу үшін сөзді дұрыс қолдану, бұның бәрі бізге не үшін қажет? Заман уақыттан да, сіз ойлағаннан да, біз ойлағаннан да өте тез дамып жатыр. Біз Қазақстанның өсіп келе жатқан ұрпағы жастар ертеңгі бәсекеге қабілетті ұрпақ болуларыңыз қажет. Сіз күшпен емес, білекпен емес, ең бірінші біліммен, сөзбен, сөз күшімен ғана жеңе аласыз. Сөздің жеткізу қабілетіңіз, сөздік күшіңіз мықты болса, кез келген дауда, кез келген пікір таласта өз ойыңызды ортаға жеткізе алатын болып, сол ортаға әсер ете алсаңыз, сізден мықты, сізден күшті адам болмайды. Бағана сөз басында айтып өткендей, бұрынғы заман жаугершілік заман болды. Ең бірінші біз өзімізді қорғау үшін бізге керек не болды? Білек күші болды. Кімдер атақты болды? Батырлар атақты болды. Кімді жырларға қостық? Батырларды жырға қостық. Ал одан кейінгі орта ғасырларда заман тынышталып, соғыс заманы бітіп, қазір енді мінекей соғыс замандары аяқталып, бізде бейбітшілік замандар, иә? Біз немен соғысамыз? Әрине, біліммен және өзін-өзі қорғаумен, идеологиямен. Бізді сөзі мықты, идеологиясы мықты, өзін күшті жеткізетін үлкен алпауыт мемлекеттер сізбен бізді жоқ қылып жіберуі мүмкін. Сіздің ойыңызға әсер етіп, сіз қазақ емес болып қалуыңыз мүмкін. Иә, дұрыс, келісесіз. Бірақ соған төтеп беретін сіздің ұлттық ойыңыз, ұшқыр ойыңыз, қабілетіңіз болу қажет ақ. Мейлі қай тілде сөйлеңіз, ағылшын тілі, қазақ тілі, орыс тілі. Бірақ ең бірінші сіздің ойлау деңгейіңіз қазақ болу керек. Міне осы мақсатта, осы жастардың осындай қабілетін дамытуда қазір көп деген жұмыстар жүргізіп жатыр. Бұрынғыдай сағаттап жыршыларды, жырды, әнді тыңдамаймыз. Қазір бәріміз интернет, сотка, теледидар, әртүрлі дәуірден өтеміз, иә? Ойымызды жеткізетін ортаға көп бармаймыз. Осының салдарынан біз жаңағы сөз мешелдігіне, ойымызды жеткізе алмайтын деңгейге жеттік. Кітап оқу деген кәдімгі бір мұң болды. Енді осы олқылықтарды жою мақсатында түрлі әдіс тәсілдер қолданып келеміз, иә? Соның бірі пікір сайыс. Ата айтып тұр, пікір және сайыс. Пікір деген ол сіздің көзқарасыңыз.
пікір қай кезде туындайды? Сіз айналаңыздағы, қоғамдағы болып жатқан әртүрлі мәселеге ойланғанда, сол мәселенің қаншалықты бізге пайдасы бар, сол мәселенің қаншалықты бізге зияны бар, қандай ұтымды тұстары бар, онымен мен қайда барамын, қай жерге барып тірелемін, не болады, иә? Осы сұрақтарға жауап іздеген кезде айналасына қарап, ода көзқарас, пікір деген қалыптасады. Қоғам үлкен, иә? Қоғамда әртүрлі көзқарас бар. Бір нәрсені әкеп сізге көрсетсе, соған бір нәрсені әкеп 10 адамға көрсетсе, немесе бақыт жайлы ұғымды 100 адамнан сұрасақ, 100 адамның түсінігі әртүрлі, көзқарасы әртүрлі болады. Егер солардың арасынан кімнің сөзі мықты, кімнің көзқарасы дәлдігі мықты, сол адам жаңағы 100 адамға өзін мойындатқызады. Қалған адам тыңдаушы сол адамның көзқарасына ілеспақ кетуі мүмкін. Иә? Енді біз сіздердің осындай мақсатты дамытуда пікір сайыс деген нәрсені, пікір сайыс әдіс тәсіл әрине, бұл да бізде шетелден келді демей-ақ, бізде бұрын пікір сайыс деп аталмаған, бірақ айтыс деген болған. Әрбір ақындар сөз ұйқастыра отырып, түрлі қоғамдық мәселелерді, қоғамның болып жатқан қиын жағдайларды осы айтыс арқылы халыққа жеткізген. Өзімізде болды, иә, тыңдадық, көптеген айтыскер ақындарды білесіздер, оларды сыйлайсыздар, халық қалай тұшынып отырып, жақсы көре отырып тыңдайды. Енді соның жаңа форматы десек болады, бізде енді ұйқасқа құралмаған, бірақ пікір сайыс деген бар. Яғни дебат дейді, ғылыми тілде. Бұл дебаттың да өзінің әртүрлі талаптары, әртүрлі нәрселер бар. Ең бірінші, ол дебаттағы сіз айтатын нәрсе, ол статус-кво дейді. Ғылыми тілде, шетелдік терминге ол қалыптасқан жағдай. Біздің қоғамдағы, қазіргі ортамыздағы қандай қалыптасқан жағдайдағы кез келген бір тақырып талас. Қандай болып жатыр? Сол тақырыпқа түрлі көзқарасты екі топ бірін-бірін дәлелдейді. Қай топтың сөз жеткізуші спикерлері мықты, солар сөзсіз жеңіске жетеді. Әрине, құр сөз сөйлеу ғана емес. Сөз сөйлеу деген ол әңгіме айту емес. Көзқарасын жеткізу, пікіріңді дәлелдеу, көзқарасынды дәлелдеу деген ол әңгіме айтудан мүлде бөлек. Әңгімені кез келген адам айта беруі мүмкін. Бірақ ойын, әсіресе қоғамдық мәселелерді дәл жеткізіп, ортаға әсер ете алу деген ол үлкен өнер. Ол өзімен өзі келе салмайды. Ол үшін көптеген еңбек, көптеген қаржылық күшті қажет етеді. Ең бірінші біз айттық, көркем әдебиетті оқу дедік, одан кейін осындай түрлі пікір сайыстарға түсу. Жаңа айттық, қалыптасқан жағдай. Қалыптасқан жағдайдан кейін сіз түрлі аргумент, факт, дәлелдер келтіруіңіз керек. Сіз айтып жатқан көзқарастың халықты ортаны сендіру үшін ең бірінші бізге керек нәрсе аргумент, факт, дәлел. Сіздерге мысал ретінде бір тақырыпты алайық осы жерде, соған екі түрлі көзқараста, мысалы мен өзімен бұрын пікір сайысшы болғандықтан екі түрлі көзқараста қорғап шығайық. Мысалы біздің қоғамдағы қазір біздің өмірімізді интернетсіз, ғаламторсыз елестету мүмкін емес. Бізге осындай тақырып тасталды делік. Интернеттің пайдасы және зияны. Бір топ спикерлері интернеттің пайдасын айтса, екінші топ спикерлері интернеттің зиянын қорғайды. Тек қана келіп, ол интернет зиян десек,
біз ешкімді өзімізге ары қарай елте алмаймыз. Бізге не керек? Енді ары қарай осыған дәлел, оның зиян екенін дәлелдейтін аргумент, факт керек. Енді интернет жоқ, екінші спикерлер топтары жоқ, интернет пайдалы, онсыз біздің өміріміз қиындайды дейтін болсақ, оған да бізге түрлі аргумент, факт, дәлелдер керек, иә? Ал енді осыған бір көзқарас, бір жақты көзқарасты айтып көрейік. Біріншісі пайдасы. Иә? Пайдасын алып жатыр. Тіпті ғаламторсыз өмірімізді өмір сүру мүмкін емес дейтін жағдайға жеттік дейсіздер, иә? Міне. Оған бірінші себеп, біз кез келген нәрсені, кез келген қандай тақырып болсын, біз ғаламтордан, Google-дан теріп қарай саламыз. Екінші, уақытты үнемдейміз. Сіз бұрын біз студент кезде көптеген берілген материалдарды, деректерді кітапханаға барып кітаптан іздейтінбіз. Сіз ол өйтіп аяқпен жүріп барып, жаңағы кітап қараймайды, уақыт жоғалтпайсыз. 1 секундта, 5 минутта қалаған нәрсеңізді табуға болады. Екіншісі, сіздің мысалы кез келген дүние, мысалы документтер алу, онлайн. Тіпті қазір білім жүйесі де біздің қоғамда онлайн болып отыр. Осы интернеттің арқасында біз білім алып отырық дейсіз. Осы интернеттің арқасында біз танымымыз кеңейіп, тек қана жаңағы өзіміздің қазақ аудиториядан бөлек әлемдік деңгейлерде, әлемді қалағанымызды көре алды дерсіз. Осы интернеттің арқасында біз қазір шытырлаған ақшаны қолымызға ұстап, оны ұрлатып жоғалтпаймыз. Біз қазір осы онлайн төлем жасай саламыз деп айтуларыңыз мүмкін. Осы интернеттің арқасында біз сауда жасаймыз, үйден шықпай-ақ отырып қалаған затымызды сатып аламыз деуіңіз мүмкін. Бір қалыптасқан жағдай осы. Дұрыс, бұның бәрі дұрыс. Бұндай көзқараспен де келісуге болады. Енді осыған кері жоқ. Интернет бізге зиян. Интернеттің орасан зор зияны деген көзқарас топтарда, сондай көзқарастағы адамдар да бар. Оны жоққа шығармаймыз. Әсіресе үлкен кісілер. Оның ең бірінші зияны не? Ең бірінші зияны біздің осы айтып отырған коммуникацияның, адамдарының бір-бірімен тірідей байланысының азайып бараққаны. Онлайн байланыс бір бөлек, бірақ бір-бірімен кездесу, бір-бірімен байланысқан ол өзінше бір бөлек. Екінші, мысалы қажетсіз ақпарат. Сіз білмейсіз, әсіресе жастар үшін өте қауіпті. Кибермәдениет дейді ғой, өзінің ойы, өзінің жаңағы көзқарасы қалыптаспаған, өсіп келатқан жас буын кез келген нәрсені көре береді. Көз алдында не тұр, не шығып тұр, ғаламторда не жоқ, бәрі бар. Соған қарайды, соны көреді, қарай береді. Ол оның зиян екенін, оның пайдалы екенін түсініп жатпайды. Оны қабылдайды сол қалпында, жұтады сол қалпында. Сөйтеді, оның ертең мәдениет қалыптасады. Міне, біз жастарды біз қалай жоғалтуымыз мүмкін? Осылай жоғалтуымыз мүмкін. Бұрын қаруменен келіп соғысып, өлтіріп, жерді тартып алса, қазір еш себепсіз бізді араб қылып, сізді ағылшын қылып, американс қылып, сіз ертең жоқ, мен қазақ емеспін, мен америкалықпын деп кетуіңіз әбден мүмкін. Өйткені сіз соған жұтылдыңыз. Сіздің ойыңыз, санаңыз түгелдей сол жаққа кетті. Сіз нандай қалыптасқан буын шыбық кезде соны игердіңіз, соны оқыдыңыз. Немесе одан бөлек мысалы тәрбиені айтайық. Адамды сыйлау, жаңағы айтып тұрмыз түрлі мультфильмдердегі осы арқылы орасан зор кәдімгі қарусыз соғыс интернет деген жастар үшін өте осы жағы зиян. Екінші, сіз жаңағы айттық қоя, біздің пайдалы жағы онлайн төлейміз, ақшамызды салып қоямыз, бұрынғыдай шытырлатып ұстамайтын десек болсақ, оған екінші көзқарас қандай?
жаңағы біздің түрлі хакерлер де бар, иә, оның арбауына түсіп қалатын. Бұрын жаңағы кәдімгідей ұрылар кеп ұры түссе, қазір сол интернетте отырып ақ үлкен ауқымды ұрылар бар. Сіздің жаңағы счетыңызды шешіп алатын, оны біз хакерлер дейміз. Міне бұндай жағда зияны бар. Екінші, ең бұл жаңағы зиянды жағы, бұл біздің денсаулығымыз. Ең бірінші біздің негіміз кетеді? Көзіміз. Иә? Көзіміздің нашар көруі, беліміздің, мойнымыздың бүкірейуі, ары бері жүрмей шапқыламай бір орында отырып, сағаттап отырып, сол интернетте жаңағы телефонда, ұялы телефонда немесе ғаламторда бір нәрсеге отырғанымыздың барлығы біздің денсаулығымызға әрине зиян. Міне, осындай көзқарастағы адамдар бар. Және де енді осы дәлелдерді келтіріп отырған екі көзқарасты, бұдан да көп пікірлерді, бұдан да көп дәлелді аргументті келтіруге болады. Осы дәлел аргументтер қайсы топтікі мықты, сол топ әрине жеңіске жетеді. Мысалы жаңа қарсы интернетті зиян деп айтып шығу, ол соны зиян екенін дәлелдеп шығу, пайдалы деп дәлелдеп шығудан күрделірек, қиынырақ. Бірақ соған жақсы аргумент, дәйек факт келтіре алсаңыз, әлбетте осып кетесіз. Әлбетте сіздің топ, сіздің тарап жеңіске жетеді. Оған ең бірінші аргумент ретінде ол жаңағы денсаулықты алсақ болады. Иә? Жаңағы сананың улануын алсақ болады. Осақ ол топ жеңіске жетеді. Міне балалар, пікірсайысқа түсудің үлкен топтарда бізде мынандай бар. Қол бастау қиын ба, жол бастау қиын ба, сөз бастау қиын ба дегенде, иә, ең қиын нәрсе шаршы топта сөз бастау қиын дейді. Қаншама алдыңда тұрған көптеген аудиторияны тыңдату, тек қана тыңдатып қоймай, сол халыққа, сол ортаға әсер етіп, оларға ой тастау, ол дегеніміз өте үлкен өнер, өте үлкен жетістік. Неке балалар, ертеңгі елдің тірегі, еліміздің тұтқасын ұстар азамат болу үшін бізге әрине физика, экономика, информатика білімімен қатар сөз өнері деген риторика дейді, иә? Қазір арнайы сондай курстар, арнайы сондай орталықтар ашылған. Сізді дайындайтын, сөйлеу мәдениетіне дайындайтын көптеген орталықтар бар. Ең бірінші қандай адам жетістікке жетеді деп ойласаңыз, ол коммуникацияға түсе білетін, өзін сөзбенен қорғай алатын, күшпенен емес, сөзбен қорғай алатын кез келген жағдайда. Басқа біреуге әсер ете алатын адам жетістікке жетеді. Көп мысал келтіреме қойайық. Мысалы, сіз оқу бітірдіңіз. Сіз бір компанияға жұмысқа тұрғыңыз келді. Жалақысы өте жоғары. Сіз сол жердің жаңағы басшысына кірген кезде, орысша собеседование дейді, кеңесе, сізбен ең бірінші сонда жүргізеді. Сол жерде сіз өзіңізді не арқылы көрсетесіз? Әрине, сөйлеу, сөз арқылы көрсетесіз. Егер өзіңізді мықты дәлелдеп, мықты қорғап шықсаңыз, сізді сөзсіз келіседі. Егер өзіңізді дәлелдей алмайтын, ойыңызды жеткізе алмай, кібіртіктеп тұрғатын, қорқып тұратын адам болсаңыз, ол кісі сізді жарайды, мен ойланамын деп шығарып салуы мүмкін. Міне, әрбір адамның жетістікке жетуінің негізгі кілті ол өзін сөзбен қорғауы. Өзін кез келген жағдайда қорғай алуы. Барлықтарыңызға
айтыскер, ақын, барлықтарыңызға шешен, барлықтарыңызға жаңағы аудиторияны жинап алып елдің бәріне әсер ететін сұмдық спикер жаңағы бол демеймін, бірақ әрбір адам үшін қажет нәрсе ол өзін қорғау. Бұрын жаңағы шешендік дау деп айтып өттік қой, бізде қазір оны сот дейді. Сол, мысалы, түрлі егер соттарға көп қатысып көрсеңіздер, ол жерде де түрлі дәлел, аргумент, факті қорғай алатын адвокат, немесе жаңағы өзін өзі қорғап тұрған адам болса, ол сөзсіз жеңеді. Мейлі ол қылмыскер болса да. Көрдіңіз бе? Сөздің құдіреті, сөздің күштілігі қайда жатыр. Көптеген қылмыскерлер осы арқылы да босап шыққан бар. Құр мойындамау емес, соған дәлел, факт, аргументті сіз жеткізе алсаңыз, соған сөз жерге әсер ете алсаңыз. Міне, сөздің және пікірдің, көзқарастың жеткізе білу, сөзді ортаға әсер етудің қаншалықты маңызды екені осыда жатыр. Сөз сөйлеу деген ол әңгіме айту деп шатастырмау керек. Әңгіме ол ауыз екі әртүрлі бөлінеді. Ауыз екі әңгімесі, көркем әдебиет, ғылыми, публицистика деп біз бірнеше түрге бөлеміз. Оның әртүрлі саланың өз мамандары бар. Ауыз екі дегеніміз ол кәдімгі сіздің көршімен қалайсың, жағдайың жақсы ма деп ол әңгімелесуге жата береді. Мен соны қазіргі біздің деңгейіміз, қазіргі көп жастардың деңгейі осы ауыз екі сөйлеу деңгейімен ғана шектеліп қалған. Ал оларды келіп, жұлып алып, жаңағы түрлі пікір сайыстарға, түрлі ортаға салып жерсең, өз-өзін қорғай алмайтын деңгейге жетті. Ол жерде айқайлап кетуі мүмкін, ұрсып кетуі мүмкін. Бірақ сол айғайламай-ақ, ұрыспай-ақ эмоциясын басқарып, өзінің жаңағы шешендігімен, білімділігімен, ақылдылығымен қорғай алуға болады. Болды ма? Бір сағат болды ма?